Реал тағда Ла Лига мен Чемпиондар Лигасын жеңе алмай қала ма? Мадридтік клубтың ойыншылары Хаби Алонсоның түбіне жетпекші ме? Флорентино Перес жас бапкерге сенім артып қателік жасады ма? Бүгін осы сұрақтардың жауабын іздеп көреміз. Видеоны бастамас бұрын сіздерден арнаға жазылуды, лайк басуды және видеоның астына пікір қалдыруларыңызды сұраймыз. Сондай-ақ видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Бұл біздің контенттің көп қаралым жинап, арнаның дамуына көмектеседі. Ал біз сіздерді қазақ тіліндегі футбол контентімен қуантуды жалғастырамыз. Маусым басында Реал басшылығы да жанкүйерлерді Хаби Алонсо команданы шыңға жетелеп, былтыр жеңе алмаған трофейлерді Мадридке әкеледі деп ойлады. Маусымның ортасына да келіп қалдық. Әзірге ожидание реальность болып жатыр. Хаби Алонсо Зинедин Зиданның жолын қайталай алмауда. Тақырып бапкер Реалда ойнап, мансабын аяқтағаннан кейін корольді клубқа бас бапкер ретінде келіп, 3 рет Чемпиондар Лигасын алып берді. 2 рет Испания чемпионы етті. Бас аяғы Мадридтік ұжымның тәлімгері ретінде 11 трофей жеңіп алды. Алонсоның бапкерлік тәжірибесі өте аз. Байерде жүріп керемет команда жасақтады. Өткен жазда оның ашқан футболшыларын топ клубтар жұлып алды. Фримпонг пен Виртс Ливерпульге, Джонатан Та Баварияға, Пьеро Инкапе Арсеналға кетті. Байермен бірге Баварияның гегемониясын үзді. Қанша матч бойы жеңілістің не екенін білмеді. Соңғы минуттарда гол соғуды әдетке айналдырды. Бірақ Флорентино Перес мұның Бундеслига екенін ескермеген секілді. Оның үстіне Байерде Алонсоға Реалдағыдай қысым болмады. Мбаппе, Беллингем сияқты топ ойыншыларды жаттықтырып көрмеген. Реалдың президенті Зидан секілді жолы болып кетер деген үмітпен шақырған секілді. Негізі, Перестің үміті ақталып, Хаби Алонсоның алғашқы қадамдары жаман болған жоқ. Реалды клубтар арасында әлем чемпионатының алдында тізгіндеді. Испаниялық маман жетекшілігімен әдем ойнап келе жатып, жартылай финалда PSG-дан 4-0 есебімен жеңіліп қалды. Мұны көбісі жолдастық турнир ретінде қабылдап, Реал үшін жаңа бапкермен өткізген оқу-жаттығу жиыны деп есептеді. Осыдан кейін ойыншылар бір айлық демалысқа кетіп, тамыз айында бір ғана жолдастық матч өткізіп, маусымда бастап кетті. Бәрі керемет басталды. Ла Лигадағы алғашқы 6 матчта жеңіске жетті. Чемпиондар Лигасында Марсельді жеңіп алды. Бірақ барлығы сол Атлетикоға қарсы матчтағы сәтсіздіктен басталғандай болды. Бірақ тез арада ес жинап, қайтадан 6 матчқа созылған жеңіс сериясын тіркеді. Оның ішінде Барселонаны 2-1 есебімен, Ювентусты 1-0 есебімен жеңген сәттері де бар. Реал топ клубтарға қарсы ойнауды үйреніпті ғой дей бергенде қайтадан шыңырауға түсіп кетті. Алдымен кризиста жүрген, ПСВ-дан қадалып жүрген Ливерпульден ұтылды. Одан кейін Райо Валлекано және Элчемен тең ойнады. Алғашқысына тіпті гол да соға алмады, ал екіншісінен 2 гол өткізіп алды. Кейін Чемпиондар Лигасында Олимпиакосты әрең жеңді. Бұл ойында қақпасына 3 гол өткізіп алғанын да айта кетейік. Ал соңғы ойынында Ла Лиганың турнирлік кестесіне қауіпті аймақта тұрған Жиронамен тең түсті. Бірақ Жирона Реалға қарсы осы маусымдағы ең жақсы ойындарының бірін өткізді. Олар тіпті екінші голды соғып жеңіске жетіп кетуіне жақын болды. Ал Мадридті клуб тек екінші таймда пенальтидан әрең гол салды. Реал осы маусымда Ла Лигада ең көп пенальти орындаған клуб болып тұр. 14 ойында 7 пенальти тебуге мүмкіндік алыпты. Енді Реал не может, пенальти поможет демекші Мбаппенің құдайы беріп жатыр. Испанияға келгелі бері Ла Лигада пенальтиден 15 гол соғып, Левандовскийді басы бозыпты. Келгені былтыр ғана. Ал Барселонадағы 4-ші маусымның өткізіп жатқан поляк шабуылшысында пенальтиден соққан 14 гол бар екен. Әзірге Реал жанкүйерлерін тек Мбаппенің голдары қуантуда. Ла Лига мен Чемпиондар Лигасына 19 матч өткізіп, 23 гол мен 3 нәтижеде пастың авторы атанды. Бірақ бұл нәтижесі клубқа титул әпермесе не пайда? Алтын допты жеңіп алу үшін тек голдар ғана қажет емес, титулдар да қажет емес пе? Жиронамен болған матчтан кейін әлеуметтік желілерде Реал ойыншылары Хаби Алонсоны кетіру үшін әдейі нашар ойнап жатыр деген жаңалықтар тарай бастады. Олардың тіпті жаттығу кезінде де бас бапкерді елемей, оның нұсқауларын тыңдаудан бас тартып жатқан туралы да ақпараттар бар. Дәл осы сәтте Винисиуспен болған жағдайды еске түсірейікші. 26 қазанда Реал Мадрид Барселонаны 2-1 есебімен жеңгеннен кейін Винисиус клуб президенті Флорентино Переске келіп, матч кезінде жасаған ерсі қылығы үшін кешірім сұраған. Хаби Алонсо бразилиялық футболшыны ойынның 72-ші минутада ауыстырып тастады. Вини алаңнан кетіп бара жатқанда ашуланып,
үнемі осы «мен командадан кетемін» деп шатақ шығарған болатын. Сол кездесуден кейін ойыншының клубтағы болашағы туралы сөз қозғалды. Винисиус Алонсомен арадағы қарым-қатынасын ескере отырып, дәл қазір келісім шартты ұзартқысы келмей отыр. Бразилиялықтың Реалмен келісім шарты 2027 жылдың жазында аяқталады. Винисиус Алонсоның жасаған іс-әрекетін әділетсіз деп санайды. Ойыншы Барселонамен болған ойындағы жанжалдан кейін әлеуметтік желілерде кешірім сұрап, арнайы пост жариялаған кезде Перес пен клубтағы басқа да адамдарға алғыс айтқанымен, Алонсоның атын әдейі атамаған. Ойыншыға жақын дерек көздер мұның әдейі жасалған іс-әрекет екенін мәлімдеді. Бірақ Винисиус жаттығу кезінде командадан кешірім сұраған сәтте Алонсо бәрін тамашалап тұрған екен. Ал Родриго ше? Бұл жігіт Карло Анчелотти кеткелі бері алаңдағы орнынан айырылды. Қазір тек қосалқы құрамынан алаңға шығады. Айтпақшы, бразилиялық футболшының Реал сапында гол соқпағанына туп-тура 30 матч болыпты. Соңғы рет 2025 жылдың наурызында Атлетикомен болған Чемпиондар лигасының ойынында көзге түскен екен. Голсыз матчтар сериясы бойынша Родриго Мариано Диастың антирекордын қайталады. Қазір 24 жастағы футболшы қосалқы құрамның мызғымас бөлігіне айналды. Тіпті матч кезінде отыратын арнайы өзінің орындығы бар десек те болады. Кезінде қандай еді, ой-бой. Тарихи матчтарда гол соғып, Мадридті клубта талай рет тығырықтан алып шықты. Манчестер Сити қақпасына соңғы минуттарда соққан 2 гол естеріңізде ме? Родригоға осы қыстан қалмай командасын ауыстыру керек. Оған көз тігіп отырған клубтар жетерлік. АПЛ-дың мен деген командалары жолып алайын деп тұр бразилиялық футболшыны. The Athletic порталының мәліметінше Реал басшылығы алдағы уақытта Родригоның трансфері бойынша кез келген ұсынысты қарастыруға дайын отыр екен. Сондай-ақ клубтан Давид Алаба кетеді деп күтілуде. Байғұс Эндриктің де жағдайы мәз емес. Родриго әйтеуір матч сайын алаңға шығып 10-20 минут ойнап кетеді. Эндрик отырған орнынан да қозғалған жоқ. Кезінде Палмейрасқа 72 миллион евро төлеп сатып алған еді. Ал қазір оның түріне қараудың өзі аянышты. Эндрик Карло Анчелоттидің кезінде де көп ойнаған жоқ. Бірақ Папа Карло оны алаңға шығарып, ойын уақытын беріп тұратын еді. Былтыр 37 матчқа қатысып, нақтырақ айтсақ, 847 минут ойнап, 7 гол соққан еді. Ал биыл жасыл алаңда 11 минут өткізген. Айтпақшы, 19 жастағы шабуылшы қаңтарда Лионға жалға беріледі, бірақ сатып алу мүмкіндігі қосылмаған. Алдағы жазда қайтадан Испания астанасына оралады. Реал жанкүйерлері қазір неге Эндрикті емес Эстеваоны алмадық деп өкініп жүрген шығар. Эстевао қазір Челсиде шайқап жатыр. Өткенде Чемпиондар лигасында Барселонаның жазасын беріп жерді. Эстевао мен Эндрик Палмейрас сапында бірге ойнаған еді. Бірақ Реал басшылығы Эндриктің пайдасына таңдау жасады. Осы маусымның басты жаңалығына айналады деп күтілген Франко Мастантуоно да көрінбей кетті. Маусым басында негізгі құрамнан шығып жүрген аргентиналық вингер бір ғана гол соқты. Жарақатына байланысты соңғы 5 матчқа қатыспады. Оны да Реал пәленбай сомға 45 миллион евроға сатып алған еді. Ферлан Менди де жарақатынан бір айықпай қойды. Қазан айының соңында командалық жаттығуға оралғанымен өткенде 26 қараша күні Олимпиакоспен болған ойында бірақ шықты алаңға. 30 жастағы қорғаушы тағы да жарақат алып 2025 жылды осымен аяқтады. Бұл оның Реал сапында алған 18-ші жарақат екен. 631 күн жарақатынан емдетуге кетіпті. Мадридті клуб өткен жазда бұл позицияға Альваро Каррерасты сатып алды. Бұл ойыншының да ойыны қазір жанкүйерлерді қуантып отыр. Әсіресе Барселонаға қарсы ойында Ламин Ямальды қалтасына салып алды. Енді осы маусымда кім Ямальды қалтасына салмай жүр? Енді Мендиге де лазарет потолокқа қарап түкіріп жатпай, Реалдан кететін кез келген секілді. Ливерпульдің басты жұлдызына айналған Трент Александр-Арнольд қайда кетті өзі? Эндрик секілді оңтүстік Америкадан келген жас футболшы емес, жасы 27-те, даптардай жігіт, нағыз қайнап тұрған кезі. Бұған дейін топ чемпионатта, топ командада ойнады. Трофей жеңіп үйренген тәжірибесі мол, бірақ маусым басталғалы бері вау дейтінде ештеңе көрсетпеді. Оның үстіне жарақат алып бір айдай ойнамады. The Athletic порталындағы сарапшылардың пікірінше, Реалдағы мұндай нашар нәтижелерге Хаби Алонсоның түк кінәсі жоқ екен. Ойыншылар испаниялық маманның талаптарын жеткілікті түрде орындамай жүр. Бірақ бар мәселе Мбаппе, Винисиус және Беллингемнің бірге шығуында.
Бұл үшеуі шабуыл шебінде бірімен-бірі түсінісе алмайды екен және үшеуімен бірге Алонсоға ойынды үйлестіру қиынға соғады. Әдетте команда жеңіске жете алмай жүрсе, ойыншылар бас бапкерді құрту үшін әдейі нашар ойнайды деген болжам бар. Бірақ Хаби Алонсо бұл нұсқаны жоққа шығарып отыр. Ойыншылар бапкердің беделін түсіру үшін әдейі нашар ойнап жүр дейсіз бе? Мен мұндай болжамға түсінікті бермеймін. Себебі өз ойыншыларыма құрметпен қараймын. Олар кәсіби мамандар. Сондықтан футболшылармен ашық диалог жүргізу өте маңызды. Ойыншылардың сапасы, көзқарасы және жұмыс этикасы маңызды рөл атқарады. Біз оларды қолдап, жанында болуымыз керек деді Реалдың бас бапкері. Егер жеңіссіз серия осылай жалғаса берсе, корольді клубқа өзгеріс жасауға тура келеді. Бірақ Флорентино Перес бірден шешім қабылдамай, Хаби Алонсоға біраз уақыт беруге тырысады. Себеп испаниялық маманды шақырған кезде осы уақытқа дейін қызғанып келген ақшаны құртып, Хаби Алонсоның сұраған ойыншыларын сатып әперіп жатыр. Қазір оны қызметінен босатса, өз қатесін мойындағаны болып саналады. Қазір түрлі дерек көздер Алонсоның орнына Зинедин Зиданды лайықты кандидат ретінде қарастыруда. Франциялық маманда жақында ғана бапкерлік жұмысқа қайта оралам деп мәлімдеме жасаған болатын. Бірақ Зидан әлем чемпионатынан кейін орнынан кететін Дидье Дешамны алмастырып, Франция құрамасын тізгіндейтін секілді. Егер Реал ойыншылары бас бапкерден құтылуды қаласа, мұны алдағы ойыннан айқын байқауға болады. Біз бұл видеоны Атлетикпен қарсы ойынға дейін жазып отырмыз. Реал бұл ойында 3 ұпай алып кеткен күннің өзінде де Реал үшін әлі де жағдай тұрақсыз. Ал жексенбі күні Сантьяго Бернабеуге оралып, Сельтаны қабылдайды. Ал кеше Реалдың қорқынышты түсіне айналған Атлетико Мадрид Барселонадан оңбай ұтылған болатын. Осы маусымда қырғын ақша жұмсаған Реал мен Ливерпуль әзірге қадалып жүр. Бұл футболда ақша емес, күш-жігер, намыстың маңыздырақ екенін тағы да көрсетуде.